Сәлем достар, менің тарихтаным каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналдан сіздер отанымыздың тарихы туралы білетін боласыздар. Сондықтан каналға тіркеліп, маған қолдау білдіріп, видео ұнаса лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аударту саясаты. Бұл сабақта Ресей империясының қоныстану саясатының себептерін анықтаймыз. Сондай-ақ осы саясаттың қазақ қоғамына және шаруашылығына тигізген әсерін талдайтын боламыз. 19 ғасырдың ортасына дейін жалпы Қазақстанға Ресейден әскери казак орыстары қоныстандырылды. Бұл туралы менің Қазақстандағы казак әскери отаршылдығы деген тақырыбымда толық айтылды. Соны оқып алуларыңызға болады. 19 ғасырдың 60-90 жылдарындағы реформалар Қазақстанды шаруалар арқылы кең көлемде отарлап алуға берік негіз қалады. Ресей шаруаларын қазақ даласына бұрын соңды болып көрмеген кең көлемде жаппай қоныс аударту ісі мемлекеттік тұрғыдан қолға алынды. Енді Қазақстан аумағына шаруаларды қоныс аударту себептеріне тоқталайық. Біріншіден, 1861 жылы Ресейде крепостниктік право жойылды. Яғни басыбайлы шаруалар помещиктердің езгісінен құтылып, тәуелділіктен құтылды. Бірақ тәуелділіктен құтылған шаруалар жерсіз қалды. Міне осы жерсіз қалған шаруалардың толқуынан қорыққан патша үкіметі оларды Қазақстан мен Сібір аумағына жаппай қоныс аударту шараларын ұйымдастырды. Екіншіден, қоныс аударған шаруалар болашақта қазақ өлкесінің аумағында осы Ресей үкіметінің сенімді тірегі болады деп есептеді. Үшіншіден, патша үкіметі көшпелі мал шаруашылығынан айырып қазақтарды отырықшы өмір салтына көшіруді ойлады. Сөйтіп, отырықшы өмір салтына көшу арқылы үлкен жер босайды деген есеп болды. Төртіншіден, патша үкіметінің арам пиғылы болды, яғни олар жергілікті халықты христиан дініне енгізгісі келді және орыстандыру саясатында ұстанды. Бесіншіден, қоныс аударушы шаруалар, негізінде Ресей шаруалары егіншілікпен айналысады, сондықтан осы егіншілікпен айналысқан шаруалар арқылы Қазақстанды Ресей империясы үшін астық өндіретін үлкен елге айналдыруды да көздеді. Қазақстанға бірінші болып қоныс аударғандар бұл Сібірдің әртүрлі қалаларындағы шаруалар болды. 1866 жылы Батыс Сібір бас басқармасы шаруалардың Қазақстанға өз бетімен қоныс аударуына рұқсат берді. Алғашқы болып қоныс аударғандар бұлар Көкшетау округінің аумағындағы Саумалкөл деген жерге келіп орналасты. Қазақстанға қоныс аударғысы келген шаруалар әуелі ол жерлерді барлап қайту үшін жер көріп қайтушыларды, ходактарды жіберді. Олар өздері жерді таңдап, байырғы халықтан жақсы жерлерді жалға алды. Сөйтіп жалға алған жерлерінде егін егіп, жер жыртып, тұқым сеуіпті. Мол өнім алған жерлерге өздерінің адамдарын, деревнядағы адамдарын шақырып, бұл жерлерде бірте-бірте орыстардың елді мекендері пайда болды. Біраз жылдан кейін байырғы халықтан бұл жерлер тартып алынып, қоныс аударып келген шаруалардың иелігіне заңдастырылып берілді. Патша үкіметі орыс шаруаларын Қазақстанға көптеп қоныстандыру үшін үлкен артықшылықтар жасады. Мысалы, 1868 жылы әскери губернатор Жетісудың Колпаковскийдің жарлығыменен Жетісуда шаруаларға қоныс аудару туралы уақытша ережелер шықты. Осы ережелер бойынша Жетісуға қоныстанған шаруалардың әрбір ер азаматына 30 десятинадан жер телімі берілді және олар 15 жыл бойы міндетті борыштардан және алым-салық түрлерін төлеуден босатылды. 1892 жылы патша үкіметі Транссібір темір жолының құрылысын бастады. Бұл Челябинскіден бастап Владивостокқа дейін созылатын 10 000 километрге созылған темір жол болды. Осы темір жол Қазақстанның солтүстік өңірінде басып өтті. Осы темір жол үшін қазақтардың жерінен 4,2 миллион десятина тағы да қосымша жер тартып алынды. Қазақстан жеріне Ресей империясынан орыс шаруаларынан бөлек басқа халықтар да қоныс аударды. Мысалы, ұйғырлар менен дүнгендер бұл кезде Қытайдың Іле өлкесінің аумағында тұрды.
Осы ұйғырлар Қытай мемлекетіне қарсы өзінің тәуелсіздігі үшін күресті, бірақ Қытай әскері оларды аяусыз басып жаныштады. 1881 жылы Қытай мен Ресейдің арасында Петербург келісімі болды. Осы келісім бойынша ұйғырлар мен дүнгендер бір жылдың ішінде Жетісуға қоныс аударуға құқықты болды. Сөйтіп ұйғырлар менен дүнгендердің бір бөлігі Жетісу жеріне қоныс аударып келді. 1897 жылы қазақ жеріндегі ұйғырлардың саны 56 мыңға, дүнгендердің саны 14 мыңға жетті. Міне сөйтіп патша үкіметінің қазақ жерінде қоныс аударушыларды көптеп тартуы және қазақ жерін өздері тартып алуы жергілікті халықтың жағдайын нашарлатты. Жергілікті байырғы халық өзінің қоныстанған жерлерінен, қыстауларынан, ата-баба зираттарынан айырылды. Қиыр шеттегі құнарсыз жерлерге қарай ығыстырылды. Қоныс аударушы шаруалармен, яғни келімсектерменен жергілікті халықтың арасында үнемі дау-дамай болып тұрды. Себебі ең құнарлы жерлерді қоныс аударушыларға тартып алып берді. Мысалы, Омбы уезіндегі бүкіл жердің 52%, Қостанай уезінде 54%, Ақмола уезінде 73% тартып алынды. Сондықтан қазақтарда жер мәселесі қиындап, нашарлай түсті. Ал патша үкіметі болатын болса, отаршылдық қоныс аудару саясаты арқылы отаршылдық езгіні күшейтті. Достар, сіздер үшін бірқатар еңбектендім. Сондықтан менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, тіркелмегендеріңіз болса тіркеліп, және бұл видеоны достарыңызға таратуды сұраймын. Сау болыңыздар.